Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық, әзірге шымылдық жабық, және Аруна сөз сізде еді. Я балауса ханым айтып жатыр ғой, негізі мен ойлаймын, жаңағы бір сөз есте қалып кетті да, шынымен де баланы ерте жастан жетімсіретпеңдер деген сияқты. Өйткені ата әжесін үйреніп қалған бала, ол ата-анасына ертеңгі күні ашылып бір махаббатын көрсете алмайды, бүткіл махаббаты сол ата әжесінде қалып қояды да. И мен ойлаймын, ата әженің орны ата әже болып, ата-ананың орны ата-ана болып, жаңағыдай атын өзгертпей дейді ғой, қазақта бір айтады ғой, жеңге деп айтады. Сондай негізі дұрыс деп ойлаймын мен өз басым. Жоқ, негізінде балауса ханым, ол жерде атын өзгертетіндер де бар, өзгертпейтіндер де бар. Біреулер көке тәте десе, біреу ата әже деп қалады. Мен өзім әжемнің қолында өскенмінше 1 жас 8 айымда әжем қолына беріп жіберген. Бірақ анамды қалай жақсы көремін, әкемді де дәл солай жақсы көремін, әжемді де дәл солай жақсы көремін. Осының арқасында, әжемнің қолында болғанның арқасында менің білімім жақсы болды да, фундаментім жақсы болды. Өйткені әжем маған кәдімгідей көңіл бөлетін оқуыма ше. Ал әке шеше, мен ойлаймын, олар біреу жұмыс істеп жатады, біреу басқа нәрсемен айналысып жатады. Оларда кішкене уақыт болмай қалады да, қазір көбінесе сондай оқудан қиналып жатқан жастар көбейіп жатыр негізінде ше. Сол жағын айтамын да, мен әжеңнің, атаңның қолында өссең, сен кішкентайыңнан білімің жақсы болады сияқты. Ақмарал, сіздің ойыңызша, өзіңіз ата-анаңыздың қасыңызда өскен кезінде біліміңіз нашар болатын ба еді? Жоқ, сіз қисық сұрақ қойып жатсыз қазір ше. Просто ше, егер адам ше, егер мен өзімнің баламды туатын болса, мен ешкімге бермейтін едім. Тіптен бар ғой, біреудің ата-анасына да, өзімнің ата-анама да мен өзімнің баламды бергім келмейді. Неге мен оны қиналып туады екен, біреуге беріп жібереді екен? Дұрыс, Например, ше, қазіргі поколение, менің ойымша, қазіргі поколениенің жаңағыдай уже әже болып жатқандарда біреудің баласын бақысы келмейді деп ойлаймын. Негізі көбінесе көремін ше, шынымен де өз балдардың туытындар ма, болды бөлек шығыңдар да, өздеріңмен өздерің болыңдар деген сияқты айтады. Неге сенің ата-анаң сені бағу керек екен, сені өсіру керек екен, одан кейін сенің балаларыңды өсіру керек екен да, сонда олар өздері рахаттанып өмір сүре алмай ма? Менің ойымша да, например, олар қартайған уақытында демалып, күйеумен бірге күшті басқа елдерге барсын. Неге олар сенің няня болып, балаларыңды бағып жүру керек? Жоқ, Ақмарал, енді тыңдашы енді. Әр семьяда тәрбие әртүрлі да, кейбір ата-ана бар, немере баққаннан рахат алатын ше. Сенің семьяңда енді басқа шетелге барып демалғаннан рахат алатын шығар. Енді кейбір Арунаның сөзімен де енді бір қосылып кетемін да, бірақ енді ерте жетімсіретпе деген әңгіме қате сияқты. Ол былай да негізі дұрыс, әр нәрсенің екі ұшы болады, бірақ сендер тек жаман жағын айтып жатқан сияқтысыңдар да, бала ата-ананың махаббатын көрмей қалады деген сияқты. Міне отыр, аян отыр, ата-ананың махаббатын көрген жоқпын деп жатыр ма? Көрдім деп отыр. Ата-әженің тәрбиесінде өстім деп жатыр. Жаман болған жоқ қой. Сол сияқты да ол ата-ананың ақылдылығына байланысты деп ойлаймын. Балауса ханым, кәдімгі апта сайын барып тұрсың, сен менің баламсың, сен ата-әжеңнің жанында тұрғанымен менің баламсың деп айтып тұратын болса, ешқандай ата-ананың махаббаты білінбей қалады деп ойламаймын. Балауса ханым. Ақеркеге микрофон беріңізші. Ақерке, сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, екеуіңіздің ортақ балаларыңыз болды, бұйыртса, болашақта бәрі жақсы болып жатса. Жоқ, негізі мен де Ақмаралдың сөзіне келсем, шынымен де бірақ енді мен өз баламды шынымен де біреуге қимаймын беруге, бірақ ойламаймын Нұржан ата-анасы оны андай бір өз баласы сияқты тәрбиелейді деп, енді мен келсем Нұржанға. Жоқ, мына жерде ми ашып кетті. Арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей. Ми ашып кетті шынымен мына жерде. Балауса ханым, нақты ата-анаға бересің ба? Бала болып жатса, егер Құдай беріп жатсаң, ата-анаға бересің ба? Әлде бермейсің ба? Тек соған ғана сұрақ, соны жауап берші. Бермеймін. Балауса ханым. Ақерке де жеке тұлға, оның да пікірін, ойын ескереміз. Ғалымжан. Қайырлы күн, балауса ханым. Жаңа Нұржанға өте келісем. Негізі ата-апаның қолында өскен бала ешқашан жаман болмайды. Ата-ананың тәрбиесі бөлек, әрине, бірақ ата-атаның тәрбиесін көрген адам ол қазақтың салт дәстүрін үйрену мүмкін, үлкенді құрметтеуді үйрену мүмкін. Мысалға, лично мен нағашылар жақта өсігім қазір жаман болып жатқан жоқ мысалға. Аяулымға қосып кетейінші, аяулым, сен жаңа бүйтіп жатсың ғой, 21 ғасыр толған қыздар ғой бұлар, ал біз 20 ғасырда. Сен ертең болашақта өзіңнің балаңды енеге берген дұрыс болады деп ойлаймын, жақсы тәрбие алады деген сияқты. Негізі бар ғой, Балауса ханым айтып жіберейінші, негізі ата-ана қанша тәрбие берсе де, кімнің қолында өсіп қандай тәрбие берсе де, оны адам ортасына байланысты өзгеріп кетеді. По-любому өзгеріп кетеді. Неге? Потому что сен ата-ананың қасында өмір бақи жүрмейсің, сен достарыңның қасында жүресің. Егер сен ортаңды дұрыс таңдамайтын болсаң, сен дәл ортаң қандай сондай боласың. Сен қанша жерден керемет тәрбие алатын болсаң да, например, мен, например, өз басым әжемнің қолында өстім да, нағашыларым қолында. Потому что біз кішкентай кезімізде ажырасып кеткеннен кейін мамам өмір бақи жұмыс жасады. Солай ата-әжеміздің қолында тұрдық. Бірақ мен өзімнің анамның прям жылулығын сезе алдым деген сияқты нәрселерді мен түсінбеймін. Например, есе келе мамамды бір андай болады ғой,
прям бір болады ғой мамам сияқты көріп сөйтпеймін да, ол как будто мен бір подружкам сияқты да. Ал әжемнен, например, әлі күнге шейін қорқамын да, например, кешке қарата бір 11-ден кейін әжеден сұрамын деген сияқты да. Сондай нәрсе. Бірақ менің ойымша жаңағыдай сол қалпында қалам. Сол әркім өзінің баласын тусында өзі соны бақсын. Қазір аяулым. Я осы жерде енді Ғалымжанға айта кетейінші. Ғалымжан, саған осындай бір тікелей сұрақ қояйыншы. Ол баланы мысалы қыз баласы туады да, сіздер білмейсіздер, мысалы ер балалар сіздер білмейсіздер, қалай біз қыздар қиналамыз, 19 ай көтереміз, одан кейін туғаннан кейін оны емделу дейтін бар, демалу дейтін бар. Сол бір дүниелерден, сол этаптардан өтеміз де, сіздер өтпейсіздер. Сонда сіздерге қалай ол, сіздерге оңай болып тұр да? Сендер жассыңдар, жұмыс істеу керек, баланы садикке тапсырып қоясыңдар, ол садикте не істеп жатыр, ертең өскеннен кейін мектепке барады, мектепте не істеп жатыр, ал ата-апа ол постоянно уақытты бөледі, қарайды, сабағын қалай, бәрі дұрыс па, қарның ашып қалды ма, киімін қалай, ол бүкіл тәрбиені ата-апа бере алуы мүмкін да. Ертеңгі өскеннен кейін болашақта үлкендер құрметке алады, сыйлай алады, қалай сөйлеу керек, дұрыс сөйлеу. Бірақ мен Қыздар, жігіттер айтып жатқан қай қызда, жігітте бойдақтар. Ешқайсының балалары жоқ. Бәлкім сол үшінде жоқ баланы беремін, я бермеймін деп айта салу бәлкім оңай шығар. Гаухар ханымда мысалы балалары бар. Сіз айтсаңыз, қалай ойлайсыз? Қатысушылардың ешқайсының балалары жоқ, сондықтан да қазір бұлар ештеңені түсінбейді деп ойлаймын. Болашақта ол өмірлік ситуациялар болады. Мысалы, өмірлік ситуация болады. Кейде болады, және ата енеңе беруіңе мәжбүр боласың кейде. Өйткені сен жұмыс басты боласың да, сондай кезде ана қарауға мәжбүр болады, мысалы, ондай кездер болады. Одан кейін, мысалы, менің неме келетін болса, мен екі қызымды апасы қарап жатыр. Хотя біз оның әкесімен бірге тұрмаймыз, мысалы, сонда да апасы қарап жатыр. Өйткені біздің арамызда жақсы қарым-қатынас бар. Одан кейін балалар кішкентай кезінде мен жұмысқа шығуым керек болды. Мен оларды қарай алмайтын болдым. Одан кейін апасы кішкене сәл ауырыңқырап, балаларға бауыр басып, қимай қалғаны да болды. Сондықтан да мен үлкен кісінің алдын кеспей, жарайды сіз қараңыз деді. Мен одан ешқандай жамандық көріп отырған жоқпын. Наоборот, менен жақсы қарап отыр шыны керек апасы. Өйткені олар уақытында сабағына барады, уақытында тамағын ішеді, уақытында ұйықтайды, үсті бастары тап-таза. Мен мысалы өзім ойлаймын да, өзім жұмыста жүрсем, мүмкін мен олардың бір тамағын бере алмай қалатын едім, мүмкін мен оларды бір сабақтан кешіктіріп қалатын едім деген сияқты болады ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, үлкен кісілер, ата-аналар қараған дұрыс деп ойлаймын. Ислам. Балауса негізгі сұрақшы, негізі былай қойылған еді. Егер қыз үйде жалғыз болса, тұрмысқа шығып кеткен жағдайда қыздың әке-шешесі жалғыз қалған жағдайда немерені береміз бе деген сұрақ болған еді. Сіздер басқаша бұрмалап жібердіңіздер. Енді осы жерде қыздарға айтқым келеді да, осы қыздың орнына өзіңізді қойып көріңізші. Сіз тұрмысқа шықтыңыз делік. Мысалы, аяулым беді? Аяулым, мысалы, сіз орнына қойып көріңізші. Сіз үйде жалғыз қызсыз. Сіз өз теңіңізді тауып тұрмысқа шығып кеттіңіз да, әке-шешеңіздің қартайған кезде тастап кете бересіз ба, өз күндерін өздерін көріңдер. Олар да немереден қызық көргісі келеді. Олар да әйтеуір қызық көргісі келеді ғой. Осы ситуацияға өзіңізді қойып көріңізші. Жоқ, Ислам, тағы да бір қайталап айтып жіберейін, тыңдаңызшы. Жүрексіз адам болса да, анасыз бала, баласыз бала болмайды, анасыз бала болмайды дегенше, андайда бәрібір де, қалай айтсам екен, ол баланы бәрібір де қарау керек, өйткені бала әке-шешенің махаббатына тиесілі болып өседі. Ол кішкентай кезден еркелеп өскісі келеді. Ата-ененің тәрбиесі басқа, мама-папаның тәрбиесі басқа. Сондықтан да бұл бір ауқымды дүние, бірақ та дегенмен де бала әке-шешенің қолында өсу керек. Аяулым, айтайыншы Балауса ханым, аяулым, ертең сен туатын бала шынымен де сенің ата-анаңның тәрбиесін көрген дұрыс ау. Мынандай сана сезіммен өскен бала, мен білмеймін, қиындау болып қалатын сияқты. Сенің ойлау қабілетің қазір біртүрлі ойланып жатсың да, бала, кім? Аяулым. Жоқ, сонда Нұржан Ислам сіздерге былай айтайыншы, сонда сіздерге баланы тастап кету оңай болып тұрған. Сіздер жауапкершіліктен мынау әңгімені басқа жаққа бұрып жатыр уже. Сен тастап кетесің, болды. Одан кейін ол баланы мүлдем көрмейсің деген әңгіме болып жатқан жоқ қой бұл жерде. Баласаған мен бұл кісілер енді мен қыз баласы болғаннан кейін дұрыс түсінбей тұрмын ба, просто біз оны қиналып туамыз да, сосын ата-енеге тупо тастап кету қалай ол? Баласаған мен миыма кірмейді ол дүние. Баласахан, мен айта кетейінші, аяулым жаңағы қайталап жатсам, Баласахан, мен айта кетейінші, Айзада сіздің сөзіңізді қалып қойдым да. Сіз айтасыздар, мен баламды алдағы уақытта өз ата-анама бермеймін деп жатсыз да, бірақ сіз қазір айтып жатсыз, мен 5 жасар қызым бар, ол ата-анамның қолында деп. Сонда сізге керек кезде ғана ата-анаңызға бересіз, өзіңіздің жағдайыңыз жасауға, жұмысыңыз жасауға. Ал қалған кездері, егер сіз өзіңіздің күйеуіңіз бар болса, ол кезде сіз ата-анаңызға жәрдеміңіз керек емес, дұрыс па?
Жоқ, олай емес. Айтады ғой, сөз тыңдағанға емес, сөз ұққанға бітеді деп, әркім өзінше ұғады. Бір рет айтқан сөзімді қайталағым келмейді. Құлақ екеу, сөз біреу деген де бар. Енді мысалы мен сөзіңізді аяқтасын, Айзада. сіз айтып жатырсыз, мысалы, сонда сіз өзіңіздің ата-анаңызды керек кезде ғана беріп, қызыңызды беріп отырсыз, одан кейін керек болмай қала ма деп. Олай емес, ата-ана қашан балаға керек болмаған кез болды. Например, мен қызымды бергенім, менің қасымда жолдасым болмағандықтан, бала әкенің де, ананың да сезімін бірдей көрсін деген ниетте бердім. Мен жалғыз қызыма ол жылулықты жеткізе алмаймын қанша дегенмен. Қыз балаға қанша дегенмен әкенің жылуы керек. Менің әкем өзімнің қызымды өзінің баласындай қылып бағып отыр. Сол себептен мен бердім. Енді негізгі Қазір ол қызды мен өз балам деп те айтпаймын, өйткені ол кісілер кішкентайынан сол қызды бағып қаққан. сол кісілердің еңбегі деп сіңген. жатырмын да, алдағы уақытта мен баламды мүлдем әке шешеме бермеймін деп айтпаңыз деп жатырмыз. Өйткені бұл тағдыр, ешкім білмейді. Сізге керек кезде ғана беріп, керек емес кезде ғана бермеймін деп олай айтуға болмайды. Просто сіз айтыңыз, мен ата-анама беруге қарсы емеспін, өйткені олардың да тәрбиесі жақсы деген сияқты. Өйткені сіз қазір беріп отырсыз ғой соған. Жоқ, Балауса ханым, былай ғой, бұл практика жүзінде былай болады. Мысалы, менде анам жұмысқа шығып кеткен кезде, мен әженің тәрбиесінде өскен адаммын да, бірақтан да егер де менің анам тұрмысқа шығамын десе, мен уже ата-әжемнің қолында қала беремін. Мен енді есейіп кеттім деген сияқты ол. Ал егер де бала кішкентай болса, анасынан ажырамаған дұрыс сияқты негізі. Бірақтан да бір қорқынышты жағдай, ол кезде ананың ойы да бір кішкене үрей басады да. Қазір ситуациялар, неше түрлі ситуациялар болып жатыр ғой. Менің болашақ жолдасым қалай қабылдайды, ертеңгі күні бір қауіпті бір ситуациялар болып қалмайды ма деген сияқты бір сондай анада күдік болады да. Бірақтан да қазір біраз ситуация менің таныстарымда да болып жатыр. Өзі тұрмыс құрып кетеді да, өзінің баласын қазір үйіне тастап кеткеннен сағынып жүр да, жете алмай жүр. Алам дегенге дейін балаңды қасымызға аламыз деп көндіріп алады. Алғаннан кейін қазір екі ойлы болып, ондай жауапкершіліктен қашатын адамдар көп. Мәселе жігіттерде болып шығып отыр дейсіз, иә? Екінші жағы бар. Соңғы пікір Нұрсұлтанда. Мен баяғы өз өзіммен өсіппін ғой деймін да, Балауса ханым, енді әпкемнің тәрбиесімен өстім ғой мен деген сияқты. Енді бәрібірде негізі бала ата-ананың қолында өскен деп мен өзім дұрыс санаймын. Себебі ең баланың тәтті моменті ол қылығы шығып жатқан моменттер. Ата-ана оны көру керек, сондай бір жылы моменттер болады, Балауса ханым. И болашақта да енді мен өз тарапымнан бала менің қолымда болады деген сияқты сондай ниет бар болды. Жақсы. Былай жасайықшы, енді тіпті басқа тақырыпта айтып кеттік, бірақ дегенмен де сіздердің өмірлеріңізде егер де солай болып жатса деген сияқты бір сұрақтар қойылды. Енді ислам өзінің түсінігі қалай қарайды, соған жауап беріп жатыр деп түсінемін. Шымылдықты ашып алармыз мүмкін, танысарсыздар, иә? Жақсы, ендеше шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, иди, baby, қасымнан кетпеші, love you, baby, сөзіме тек сенші. I love you, baby, барымсың берілген, iди, baby, болшы тек менімен, I love you, baby, let me love you, baby. Ашылды, ислам әсеріңіз? Өте әдемі. Қыз екен. Қош келдіңіз. Мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Ал сіздің әсеріңіз өмірде қандай екен? Өмірде сондай. Өмірде де сондай дейсіз, иә? Жаңа қайта-қайта сөз сұрап еді, Садәулет. Айтасыз қазір, Ақмарал, Садәулет. Жаңағы қатысушылардың ойымен толықтай қосылам. Дегенмен менде мынандай бар да. Ана менен баланың айырмасы, ана ән, бала оның қайырмасы. Болғанда әке дәулет, ана ырыс, тағдырай осыларды айырмашы дейді. Егерде былай, мен, Балауса ханым, лично менің балам, менің анамның тәрбиесін алса, мен қарсы емеспін оған. Себебі, ондай адамнан мен туылдым. Менен кейінгі туылған бала әжесінің тәрбиесін алса, ол өте жақсы. Бірақ балама сол кезден бастап айтатын сияқты, мен сенің әкеңмін, мынау сенің анаң, мынау сенің әжең. Осы, сен осылардан аттама, әжең тәрбиесін ал, әжені әже, әкені әке деп айт. Бірақ біз жұмыс бабымен осылайда жүретін шығармыз. Бірақ сен біздің жүрегіміздесің, сен менің баламсың, мынау сенің әжең деген сияқты екі тарапты жасануға болса. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнамадан кейін сырласуға бара ма, жоқ па?